сәлем достар. Мен сіздерге корей тілін үйретуді әрі қарай жалғастырамын. Бүгін мен екінші кітаптың 8-ші сабағын, 8-ші бөлімін түсіндірмекшімін. Бұл сабақта біз 약속, уәде жайлы өтеміз, және 기로 했어요, және го, жиман деген сондай жалғауларды, етістік пен сын есімге жалғанатын жалғаулар жайлы құрмалы сөйлемдердің арасында солар жайлы өтетін боламыз. бүгінгі сабақтың тақырыбы 친구를 만나기로 했어요. яғни досыммен кездесетін болдым дейді. сондай жоспары жайлы айтып тұр. бүгін біз 약속, уәде немесе белгіленген кездесу деген сөз, сол жайлы өтетін боламыз. Корейлер осылай 약속 деген сөзді жиі қолданылады. мысалы 내일 약속이 있어요 деп сұрайды. мысалы ертеңге жоспарың бар ма, белгіленген кездесуің бар ма деп. немесе кейбір адамдарға мысалы 약속이 있어요, 미안해요 деп жауап береді. мысалы бір нәрсеге шақырған кезде солай мен алдын ала белгілеп қойған кездесуім бар, уәдем бар деп. солай 약속 деген сөзді олар жиі қолданылады. жаңа сөздерді түсіндіріп өтейін. schedule дегеніміз бұл жаңа ағылшыннан алынған сөз. ағылшыннан schedule деген сөзден алынған. бізде немесе орыс тілінде бірден бір сөзбен аудара алмаймыз. әртүрлі мағыналарды білдіреді. график. ол график немесе программа, күн тәртібі, бір адамның жасаған жоспарлары, тәртіптері, жұмыс істейтін реттері, соны schedule дейді. 약속 алдында айтқанымыздай уәде немесе кездесу, белгіленген кездесу. 약속하다, уәде беру, кездесу белгілеу, кездесу белгілеу. екі рет қайталап өтейін. 약속하다, 약속을 지키다, 약속을 지키다, уәдесінде тұру немесе уәдесін орындау деген сөз. 약속 시간, кездесу уақыты немесе уәделескен уақыт. 약속 장소, кездесу орны немесе уәделескен жер. 기다리다, күту. 일이 생기다, бір жұмыс шығып қалу. жалпы 생기다 деген сондай пайда болу, шығу деген сөз. 늦다 деп оқылады. кешігу. 잊어버리다 немесе 잊다. ұмытып кету. 취소하다 дегеніміз, енді қазақшаға болдырмау деп аудардым. отмена, cancel деген сөз, яғни отмена жасау, болдырмау. мируда, кейінге қалдыру, созу, кейінге қалдыру. міне осы сөздер бұл сабақта өтетін жаңа сөздеріміз.
және сабақ арасында да кейбір жаңа сөздер шығып отырады. Сабақты бастамас бұрын мынандай қысқаша жаттығу. 보기와 같이 알맞은 말을 쓰세요 дейді. үлгідегідей келесі сөйлемдерге мынау бос орындарға үлгідегідей етіп сөздерді жазу керек. жазып сөйлемді құрастыру керек. мысалы, 친구하고 이번 주말에 같이 공부할 거예요. 토요일 3시에 도서관 앞에서 만날 거예요. досымен бірге осы демалыста, осы аптаның демалысында бірге сабақ оқитын болдық. оқимын дейді. келесі жақ. сенбі күні сағат 3-те кітапхананың алдында кездесеміз дейді. 약속 시간. қай уақытта? сағат 3-те. кездесу уақыты. 약속 시간은 3시예요. деп жазу керек. 그리고 약속 장소는 도서관 앞이에요. және кездесетін жер кітапхананың алды. кездесетін уақытымыз сағат 3. осы сияқты мынау алдында осындай кішкене кіріспе сөз, орысша айтқанда вводный кіріспе сөйлемдер беріледі. соған байланысты ішінен осылай алып жазу керекпіз. 저는 мысалы 지금 도서관 앞에 있어요. мен қазір кітапхананың алдында тұрмын. 지금 3시 30분이에요. қазір сағат 3 сағат 30 минут. 3-тен 30 кетті. 그런데 친구가 안 와요. бірақ досым келген жоқ. осы сөйлемнен алып мына сөйлемді толықтырып жазайық. 저는 30분 동안 친구를 алдында өткен сөз бар. 기다리다 күттім дейді. мен 30 минут бойы досымды күттім. 기다렸어요. 저는 30분 동안 친구를 기다렸어요. тағы не деп жазуға болады? 친구가 немесе досым 30 минут кешікті деп жазуға да болады. 친구가 30분 늦었어요. 30분 동안 늦었어요. 30분 늦었어요. бұл алдыңғы өткен сөздерді, қазір өткен сөздерді пайдаланып, осындай сөйлемді құрастыруымыз керекпіз. 친구가 үшінші келесі тапсырма. 3시 50분에 친구한테서 전화가 왔어요. 3-тен 50ге кеткенде досымнан телефон келді. қоңырау келді. 친구는 미안해요. 갑자기 일이 생겨서 못 만나요.
라고 말했어요. досым, кешірші, аяқ астынан бір жұмыс шығып қалып, кездесе алмаймын деп айтты дейді. 친구하고 저는 내일 도서관에서 다시 만날 거예요. досыммен бірге мен ертең кітапхананың алдында қайтадан кездесемін. осыдан алып келесі сөйлем толықтырайық. 친구가 갑자기 일이 생겨서 약속을 досым досымның аяқ астынан жұмысы шығып қалып, 약속을 не істеймін? Кейінге қалдырды, созды. Ол қандай сөз бізде? Кейінге қалдыру, созу дегеніміз мерида деген сөз. Мируда. Біз алдында кидарида және нотта деген сөздерді қолдандық. 친구가 갑자기 일이 생겨서 약속을 미루었어요. 내일로 десек те болады. осыған өтпедік пе? ертеңге 약속을 미루었어요. кәне дұрыс жауабын қарап көрейік. 취소했어요 деп жазыпты. Олай да болады. 약속을 취소하다 дегеннен гөрі негізі 미루다 деген дұрыс болады. Кейінге қалдырдық. 취소하다 дегеніміз отмена жасау. болдырмау. 기다렸어요. 친구가 30분 동안 쉬었어요. 취소했어요 десек те болады негізі. болдырмау. немесе 미루었어요. жалпы бұл менің осы кітапты үйреніп жүрген кездегі жазғаным болатын. Ал мұны қазір орындап тұрмын. Сіздер де өз нелерін жазсаңыздар болады. Варианттарыңызда. Өз нұсқаларыңызда. Ал енді осы сабақтың ережесін түсіндірейін. бірінші. Ви 기로했어요 дегеніміз. етістікке жалғаймыз. осы 기로했어요 дегеніміз. сөйлеушінің жоспарын немесе бір нәрсені істеуге берген уәдесін. 기로했어요 дегеніміз жоспарды немесе бір нәрсені істеуге берген уәде. Соны білдіру үшін етістікке жалғанып қолданылады. мысал, 내일 친구와 같이 쇼핑하기로 했어요. ертең досыммен бірге 쇼핑 жасайтын болдым дейді. немесе сауда жасайтын болдым, дүкен аралайтын болдым деп өзінің ертеңгі жоспарын айтып жатыр. немесе досына осылай уәде беріп қойды, ертең бірге барамыз деп. соны айтып жатыр. келесі. мысалы, 내일 어디에 가기로 했어요? ертең қайда баратын болдым дейді. ертеңгі жоспарын сұрап жатыр. қайда баратын болдым? 모든 산에 가기로 했어요. 모든 тауына баратын болдым деп. бұл да баратын болдым деп ертеңгі жоспарын немесе солай уәдесін айтып жатыр. белгіленген ісін, 스케줄ін айтып жатыр. 이번 주말에 뭐 할 거예요? осы аптаның демалысында не істейсің? 동생하고 공원에서 사진을 찍기로 했어요. ініммен бірге паркте, саябақта суретке түсетін болдық дейді. сондай
осы демалысқа арналған өзінің жоспарын айтып жатыр. Егер осындай жоспарын немесе солай істеуге берген уәдесін айтып жатыр. Келесі ереже го дегеніміз. Етістікпен немесе неге жалғанады? Етістікке немесе зат есімге жалғанады. Го дегеніміз жалпы мынау криго. Соның қысқарған түрі. Соны жай ғана жалғай салғанбыз. Етістікке немесе сын есімге. Екі сөйлемді жалғастырушы. Және деген сияқты мағына білдіреді қазақ тілінде. Екі сөйлемді жалғастырушы. 저는 회사에 가요. 그리고 мысалы, 저는 회사에 가요. 그리고 제 동생은 학교에 가요. мен компанияға, фирмаға жұмысқа барамын. Мен жұмысқа барамын. және менің інім, бауырым, мектепке барады дейді. Осында екі сөйлем бар. Соны біріктіруіміз керек. Мынау етістігі және криго дегеніміз бар. Соны біріктіре саламыз. Осыны алдынаған біріктіре саламыз. Сонда 카고 деп болады. Йо керек емес. Кри дегенде керек емес. 저는 회사에 가고 제 동생은 학교에 가요. мен фирмаға барып, досым мектепке барады. інім мектепке барады дейді. 우리 선생님은 예뻐요. 그리고 선생님은 친절해요. біздің апайымыз, мұғаліміміз әдемі және апай 친절하다 деген мейірімді деген сөз. бауырмал. бұл жерде сын есімдер. Осы сын есімге алдындағыдай ана жерге гоны жалғай саламыз. сонда 우리 선생님 예쁘고 친절해요 деп солай қысқа бір күрделі сөйлем болды. және 생일 파티에 친구들과 같이 이야기했어요. 생일 파티에서 친구들과 같이 이야기했어요. 그리고 노래도 불렀어요. туған күн кешінде достармен бірге әңгіме айттық және өлең де айттық дейді. осыны біріктіретін болсақ, бұл жерде де етістік келіп тұр. иягихада. және бізге апайымыз түсіндірген осылай. го дегенде біз өткен шаққа жалғамаймыз. оны осы шаққа айландырып жалғаймыз. өткен шақ біреуінде ғана айтсам болады. 불렸어요. екеуі де бір уақытта болды. сондықтан мына жерге иягихаго деп өткен шақты соңына жазсақ жеткілікті. 생일 파티에서 친구들과 같이 이야기하고 노래도 불렀어요. болады. сондай 이야기했고 деген ен қарағанда 이야기하고 деген дұрыс болады. мінекей осындай өте оңай екі жай сөйлемді жалғастыру үшін го деп жалғай саламыз. үшінші, жиман. бұл да
біздегі алдында айтып жүрген хажиман деген бар ғой. Соны алып бірінші сөйлемге жалғастыра салған. Бұл да қарама-қарсылықты және салыстыруды білдіретін жалғаушы. Қазақ тіліндегі бірақ деген мағына білдіреді. Мысалы, 김치는 아주 매워요. 하지만 맛있어요. 또 맛있어요. 김치 өте ащы, бірақ дәмді. Осыны жалғастыратын кезде бізде алдыңғыдай мепта түбіріне жалғастырамыз. Мепта деген бар ғой. Соны таны алып тастап, осыған жиманды жалғаймыз. Яғни тауып тастайсың да, осында мепчиман болады. Біз жалғауларды жалпы түбіріне жалғаймыз. Да дегенді алып тастап. Сонда 김치는 아주 맵지만 맛있어요. мына жерде де турасында қате жазылып тұр екен. Мынау о емес, 맛있어요. Өздеріңіз де жақсы білесіздер. келесі. 저는 축구를 좋아해요. 하지만 제 친구는 축구를 안 좋아해요. мен футболды жақсы көремін. бірақ менің досым футболды жақсы көрмейді. Осылай екі сөйлем түрі, екі жай сөйлем соң біріктіріп бір сөйлем жасайық, бір күрделі сөйлем жасайық. 좋아해요 дегеннің негізгісі 좋아하다. 좋아하다. 좋아하가 жиманды жалғастырамыз, даны алып тастап. сонда 저는 축구를 좋아하지만 제 친구는 축구를 안 좋아해요 болады. келесі мысал. 따오면 씨는 어제 도서관에 갔어요. 하지만 저는 안 갔어요. бұл жерде барлық қарама-қарсылықты білдіріп тұр. Екі сөйлем қарама-қарсы. Таумен кеше кітапханаға барды. Бірақ мен барған жоқпын. Бұл жерде өткен шақ. Жиманда өткен шаққа жалғастыра береміз. Кат жиман деп. Таумен шенің өткен шақ болса өте оңай. Мынаны алып тастаймыз да. Кат жиман деп жалғай саламыз. Катта ғой. Бастапқы формасы. сонда таумен 씨는 어제 도서관에 갔지만 저는 안 갔어요. таумен은 кеше кітапханаға барғанмен, бірақ мен бармадым. Міне осындай бүгінгі сабақтың ережелері өте оңай. Осыған байланысты енді осыны үйде өздеріңіз мынау жаттығуды жасаңыздар. жаттығу деген үлгіге қарап. 음식을 만들기로 했어요 деген сияқты. 도와주기로 했어요 деген сияқты. 도와주다 дегеніміз көмектесу. 도와주다. жаңа сөз. және мына жерде жауаптар келеді. Сонымен салыстырып өздеріңіз жаттығыңыздар. Мына жерде дәл солай.
үлгідегідей деп жазу керек. Жиманды. Біріншісінде го, мына жерде жиман. Мысалы. Хачиман. Енді біз tehua диалог бөліміне келдік. 29-шы нені тыңдайсыздар тректі. Ол ненің астында болады, яғни. Трек 29. Жаңа сөз, бұл сөйлемдегі жаңа сөз монжа меседжи. Монжа меседжи. Мәтіндік хабарлама, монжа дегеніміз мәтін. Текст, месседж. Текст. Мәтіндік хабарлама. Қазақша біз сообщение айтып жүргеніміз. Жалпы. SMS. Таниел мен Чемені әңгімесі екен. Бір түрлі диалог негізі. Берейін. Сіздер де 29 тыңдап, өздеріңіз соны қайталап жаттығыңыздар. Чемин 씨, 어제 저녁에 많이 봐봤어요? 아니요. 오후에는 봐봤지만 저녁에는 봐보지 않았어요. 재민, кешке қарай қатты қарбалас болдың ба дейді. Қатты қолың бос болмады ма? Жоқ. Түстен кейін кішкене қарбалас болғанымен кешке қарай ондай қатты қарбалас болмадым. 왜요? 무슨 일 있었어요? мына жерде де қалып кеткен екен. 무슨 일. 이 емес, 무슨 일. Не үшін не болды? бір жұмысым болды ма? бір нәрсе болды ма? 어제 제가 재민 씨한테 문자 메시지도 보내고 전화도 했어요. кешемен сізге дейді. 재민 씨한테. кешемен сізге жаңағы мәтіндік хабарлама да жібердім, телефонда соқтым дейді. сөйтсе 재민 түк білмеген соң неге білмеген? 그래요? солай ма деп өзінен сұрап тұр. осындай кішкене ғана диалог. Джима мен гоны қалай қолданғанын көріп тұрсыздар. келесі диалог. жаңа сөз бірден түсіндіруден тоньо. Тоньо дегеніміз әріптес, қазақша айтқанда коллег деген сөз. бірге жұмыс істейтін адамдар. Таниел мен Чеменің әңгімесі тағы да кешегі. азанда жаттығу жасап жатып көріп қалыпты. 재민 씨, 내일 아침에도 운동할 거예요? 재민, ертең таңертеңде жаттығу жасайсың ба? 아니요. 내일 친구들하고 등산하기로 했어요. жоқ, ертең достармен бірге тауға шығатын болдық дейді. деп өздерінің жоспарын айтып жатыр. 그래요? солай ма? 다니엘 씨도 시간이 있으면 같이 가요. сіздің де уақытыңыз болса бірге барамыз дейді. бірге барайық дейді.
бірге барсаңыз болады. 내일이요? 내일은 오전에 회의가 있어요. 그리고 오후에는 자밀라 씨하고 영화를 보기로 했어요. ертең таңертең жиналыс бар дейді. және түстен кейін Жамилямен бірге кино көретін болдық дейді. Сондай Жамиляға берген уәдесін айтып жатыр. Герой. Енді мынау көк тістегі сөздердің орнына мына кестеден сөздерді қойып, басқа диалог жасап жаттығыңыздар. Алдыңғы жолғыдай. 회사 동료. жұмыстағы әріптестер. және 31-ші тыңдап, тіректі тыңдап, мына жаттығуды орындайсыздар. Тыңдап жазу керек деген тапсырма. және тыңдап, мынаны орындайсыздар, жаттығулар. Бұл да тыңдау. Мұқият тыңдап, мына дұрысын табыңыз және мына сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Чонтон чун дегеніміз дәстүрлі би. Чонтон дегеніміз дәстүр. Чум би. келесі. Илко марави. және бұл жерде де 32-ні тыңдап, тексті тыңдасаңыз болады. Мен де бір оқып берейін. Алдымен жаңа сөздер. Кьоул деген мысалында өткендей қыз. Ончон ыстық бұлақ. Он деген ыстық деген сөз. Ыстық су бар ғой, жердің астынан шығып жататын ыстық бұлақ. Трама. Қыстыгүнде де ыстық болып тұрады. Трама дегеніміз кәдімгі драма сериалдар. Корейлердің драмалар сериалдар. Бұл бір имейл екен, электронды хат. Падынын сарам. Падынын сарам. Алатын кісі Юна. Поненін сарам. Понен сарам. Жіберген кісі Уанмей. Уанмей жіберіпті. Чемок тақырыбы. Юна шиеге. Юна ханымға дейді. оқып берейін. Юна ши, 안녕하세요. Юна, сәлеметсің бе? 저 원메이예요. мен 원메이는. 요즘 어떻게 지내요? 저는 잘 지내요. соңғы кезде қалай тұрып жатсың дейді. мен жақсымын дейді. қалайсың? мен жақсымын. 다음 달부터 겨울 방학이에요. 이번 겨울 방학은 조금 길어요. келесі айдан бастап қысқы оқу демалысы. бұл қысқы оқу демалысы кішкене ұзақ дейді. 그래서 방학에 지원 씨하고 일본에 여행을 가기로 했어요. сондықтан осы демалыста, оқу демалысында 지원мен бірге Жапония가 саяхатқа баратын болдық дейді. 그리고 여행 전에 일본어를 같이 배우기로 했어요. және саяхатымыздың алдында жапон тілін бірге үйренбекшіміз дейді. үйренбекші болдық дейді. 저는 일본어를 못하지만 지원 씨는 일본어를 조금 할 수 있어요.
Мен жапон тілін білмегенімен Чион мырза жапон тілін кішкене біледі дейді. 지원 씨는 일본 연화를 좋아해서 1년 전부터 일본어를 배웠어요. 지원 мырза жапон киносын жақсы көргендіктен бір жылдан бастап бір жыл бойы жапон тілін үйренді дейді. 우리는 일본에 가면 온천에 가기로 했어요. біз жапонияға барсақ жаңағы ыстық бұлаққа бармақшы болдық дейді, баратын болдық дейді. Барған соң деп осылай біздің жоспарланып жатыр. 그리고 일본 친구도 만나기로 했어요. және жапониядағы досты да кездесетін болдық дейді. Доспен де кездесетін болдық дейді. 언어교육관 친구 마사키 씨가 일본 친구를 소개했어요. осы тіл курсындағы досымыз Масаки жапониядағы жапон доспен баламен таныстырды дейді. жапон дос баланы таныстырған. 그 일본 친구는 한국 드라마를 정말 좋아해요. сол жапон досымыз Корей 드라마сын өте жақсы көреді дейді. сондай жақсы көреді дейді. 그래서 그 일본 친구한테 한국 드라마 DVD를 선물할 거예요. сондықтан сол жапон досымызға Корей драмасы бар DVD дискісін сыйлық жасаймыз дейді. мінекей осындай қысқаша имейл екен. Уанмейдің Юнаға жазған имейлі, электронды хаты. осыған байланысты осындай сұрақтарға жауап бересіздер. дұрыс еместерін жаңа X0 деп белгілейсіздер. мен енді алдыңғы жолдай барлығын ұзақ түсіндіріп отырмайын. жалпы негізгілерін ғана осылай түсіндіріп, қалғандарын өздігінше орындаңыздар. жауаптарды берілген осылай салыстыратын. келесі мараги бөлімі, яғни сөйлесу бөлімі. 원메이 씨의 다음 메모를 보고 보기와 같이 친구와 이야기하세요. 원메이дің келесі 메모 дегеніміз ағылшын сөзі. жазып қоямыз, түртіп ескертпе деп аудардым қазақша. соған қарап досыңызбен бірге әңгіме айтасыз. Уанмей мына кезде не істейді деп келесі досыңыз жауап берсін. мына жерде Уанмейдің несі берілген, осындай күн тәртібі берілген. жұмыс жалпы жоспарлары берілген, скеджуль дейді. осындай нәрсені скеджуль дейміз. мысалы сен жұма күні жасайтын жұмыстары, сенбі, жексенбі күні жасайтын жұмыстары, белгілеген нәрселер, жоспарлар, солардың бәрі жазылған нәрсені скеджуль дейміз. мысалы 원메이 씨는 토요일 저녁에 뭐 해요? 원메이 сенбі күні кешке не істейді? 7시에 레오 씨 생일 파티에 가기로 했어요.
сағат 7-де Леоши Зенельпати. Сағат 7-де Леоның несіне бармақшы болды дейді, үйіне. Ай, қасықшы. Туған күн кешіне барады. Осылай бір-біріңізге сұрақ қойып жауап бересіздер. Мысалы, Ван Мейшінің кім 요일 오전에 뭐 해요? деп, мысалы, 어느 교육관에서 한국어 수업을 들어요? деп жауап берсеңіздер болады. Осылай екі кісі жаттығасыздар. Осы мен Ван Мейдің скеджулін пайдаланып. Солай айтып болғаннан кейін енді кішкене жазу тапсырмасы. Ван Мейдің жазсаңыздар болады, немесе өздеріңіздің нелерін жазсаңыздар болады. Мысалы, кабита, скеджул. Осылай өздеріңіз атыңызды жазып, скеджулдерін жазсаңыз болады. Біз мысалы былай, мына жерде Ван Мейдің скеджулін ашып жазған екенбіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ұзақ уақыттан кейін түсіндіріп тұрғаннан кейін кішкене ұзақтау болып түсіндіру мүмкін. Қосымша тыңдау тапсырмасындағы нелер, әңгімелердің транскрипциясы. Соңғы сабақ сәуірде болған екен. Тыңдағандарыңызға рахмет, пайдалы болды деп үміттенемін.